хиджаманы бастадық. Мына хиджаманың алдымен қай жерден алатынымызды біліп аламыз. Сол жерге мынаны тартып біз қазір міне хиджаманың точкасын тауып аламыз. Мына екі жерден алайын деп тұрмын. Қазір сол точкасын тауып алу үшін белгі жасап, мынаны алдымен суырып аламыз. Қай жерден алатынымызды жасап дайындап қоямыз. Төрт жерден алайық деп тұрмын. Қазір міне біреу жер бүйрекке жеткізбейміз. Точкаларын тауып алдық. Енді біраз күтеміз. Қазір осы жерлерден жама алатын жерлерден бір кішкене күте тұрамыз. Қызарған томпағынан бастайын деп мына жерден бастайын. Спиртқа жаңағы дайындап қойған лезвамды сүртіп аламын. Мына жерін сүртемін. Содан кейін қатты бір осып теспейміз. Мөлшерлеп, өз мөлшерлеп тесе береміз, мөлшерлеп. Содан кейін ойып, бұны тартаймыз. 2, 3, 4 жарап тұр әзірше. Екінші мына жерден жасаймыз. Спиртпен сүртіп тазалап аламыз. Содан кейін жаңағыдай кішкене тесіп шығамыз. Өте аса бір көп теспейміз. Тез бір 3-4 рет қана тартып қоямыз. Екі жерді алайық. Бұл жерде де жаңағыдай спиртімізбен тазалап аламыз. Екі жерде де сүртіп тазалап аламыз. Оны жаңағыдай қол мөлшермен былай ине сұққандай ақырын кесіп аламыз. Енді тартып көрсетемін. Енді 3-4 реттен тартып қойдық. Мынау алғашқы тартқанымызды 1-2 рет тағы да тартуға болады. Мына екіншімізді тартамыз. Ол тартылып кетеді қазір. Лезва дейді, бритвадан қиып алдым ғой жаңа үшін. Соны мен былай кішкентай қана өздем. Ана салған кезде, ана скальпердің да бұл өте жіңішке, өте қолданылы. Және де көп шырам, анамны қалдырмайтын неменемен жасалынады. Міне жақсы кетіп жатыр. Міне бұл енді сали дейді ғой, ана қанның құрамында мына жерде суы көрініп тұр, міне пышақ қырындай болып сулар бетіне шығады. Қанның алғаннан кейін тұз, адамның бойында қанның тұзы алынады. Осылай. Спиртпенен обработка жасаймыз. Түгелдей. Өзі соның кейін басылық болады. Сонымен бір жылғы аурудың барлығы кетті деп ойлаңыз. Қойып салайын. Үйқапты. Үйіп болады өзі үйіп күштісті. Үйған қан, тіл, көз бәрін шығарады. Өте жақсы не. Сүртіп аламын да. Енді қазір обработка жасай саламын.
Бұған. Ух, шіркін. Спиртпен бір çok ұстайыншы. Орындар. Ашиды. Біз болғаннан кейін ашиды. Осы жыл. Енді мұны мынандай алып тұратын болса, мынандай кішкентай немен жапсырып, лейкопластырмен тартып қоюға болады. Міне, мына жерлерге қан тоқтағаннан кейін бетіне мақта қоймады. Мына жерлерге кішкене қаны шығып тұрған соң мақтасын қойып қойдым. Осымен хиджаманы тәмамдадық. Банкілерімізді жуып, жайып, қайтадан спирттап, обработкамызды жасап, жинастырып қоямыз. Ем болсын міне. Хиджамамыз осылай тәмамдалады.